Barшаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге алмадан компот жасауды бөлісемін. Видеоның соңына дейін бірге болыңыздар. Алдымен банкаларымызды, алмаларымызды жақсылап жуып дайындап аламыз. Менде 3 литрлік және 2 литрлік банка. Банкаларды мен чайникте 5-10 минут стерилизация жасап булап аламын. Және крышкілерін 5 минут қайнатып аламын. Алмаларымызды осындай бөліктерге бөліп, бұзылған жерлерін алып тазалап аламыз да банкілерімізге бөліп саламыз. Қайнап тұрған ыстық суымызды үстінен құямыз да 20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін осы суларымызды төгіп ыдысымызға құйып аламыз да қайнатуға қоямыз. Суымыз қайнағанша әр банкіге менде мұнда 2 литрлікқа 200 грамм қант саламын, 3 литрлікқа 300 грамм қант саламын. Және жаңағы қайнап тұрған ыстық суымызды үстінен қайтадан құямыз. Сіздер мұнда жеміс-жидектерін өз қалауыңызша салсаңыздар болады. Банканы толтырып жартысына дейін салсаңыздар болады. Менде мұнда аз қантай саламын. 3 алмадан бөліп саламын мен. Және тәттілігін өздеріңіз тәтті жақсы көретіндер қанттың кішкене көбірек салсаңыздар болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оп-оңай. Бес минуттай қайнаған крышкілерімізді банкамызға жауып, закрывашкамен жабамыз. Мен әрдайым дұрыс жабылғандығын тексеру үшін банкілерді жапқаннан кейін ары-бері домалатып көремін. Су тамшылап тұрмау керек, сонда дұрыс жабылғандығы. Және банкілерімізді төңкеріп, үстін орап тастаймыз. Өзі суы керек. Менің каналым дамуына үлес қосқыңыз келіп, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін подписаться батырмасын баса кетіңіз. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.